Баршаларыңызға сәлем. Бүгін алатау салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен чечилімізді өте жіңішке етіп дайындап аламыз. Бізге керек шұжық, ірімшік, қызанақ, салат жапырағы, корнишон, чечил және майонез. Шұжығымызды осылайша төртке бөліп шығамыз. Төртке бөліп, осындай үш бұрышты болып шығуы қажет. Ірімшікті де дәл солай. Ортасынан бір бөліп, үш бұрышты етіп осылай дайындап аламыз. Қызанағымызды бірнеше бөліктерге бөліп, оны да үш бұрышты болып шығатындай осылай турап шығатын боламыз. Корнишонның барлығын салып, чечилдің кішкене ғана бөлігін осылай салатымызға қосатын боламыз. Салат жапырақтарын қолымызбен осылай турап шығатын боламыз. Барлығын салғаннан соң керек мөлшерде майонезімізді қосып, салатымызды жақсылап араластырып дайындаймыз. Тұз салудың қажеті жоқ. Осылайша дайын болған салатымызды тарелкаларымыздың барлығына салып, дәл ортасынан чечилді биіктеу етіп осылай қойып шығамыз. Осылайша біздің өте ерекше әрі дәмді болып шыққан алатау салатымыз дайын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.